Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Фокс. Және де біз бүгін общем дейтін тек қана X78 мен ойнайтын боламыз. Және де сонымен бірге топ алуға тырысамыз. Біз енді осы деревняға түсетін боламыз. Енді экран айналып кетіп жатыр, кешіріңіздер. Деревняға түсетін боламыз. Деревнядан X78 тапсақ жақсы болатын еді. Қазір мен мына жердегі лабутенге түсуге тырысам. Қасымда адамдар бар екен. Ол адамдарды өлтірсек жақсы болатын еді. Мынау төртбұрышты лутать етіп алайық. Рогайка үш жатыр екен, алып ары қарай жүре береміз. Қазір бір үйден X78 тапсақ жақсы болатын еді. 208 таптық, болды. Енді адамдарды өлтіруге кірісеміз. Қазір аптечка, стенка дегендерді жинап алайын. В общем дейтін бүгін бәрін басына қадап кетсек жақсы болатын еді. Бәрі хедшотпен өлтіруге тырысамыз. Бір жағынан хедлайт болады, бір жағынан челлендж болады. Мәрді адам жүр машинамен. Қазір соны өлтіруге тырысамыз. Өлтіріп кетпесе болды бізді. Бір адамды өлтіріпті. Хедшотты басына жабыстырып жібердік. Алар лутать етіп алайық. Енді жай барақат жүре береміз ары қарай. Сіздерден енді керегі маған мотивация беріп, арнама жазылып, арнаға жазылып, лайк басып, колокольчикті басып кету. Егер осы видеода 100 лайк жинап отса, мен тағы да неше түрлі челлендждер түсіретін боламын. Каналды дамытсақ өте керемет болатын еді. Егер каналымыз дамып жатса, мен Шелзи немесе Ирокаларға вызов тастайтын боламын. Nerede стенкалар бар екен алып. Стенкасыз бұл ойында қиын, өте қиын. Артымен де пинг болып жатыр. Артта адам бар екен. Кәдімгідей қыпынды кетіп тастады. Қазір оны да өлтіреміз. Ол бізге кедергі емес, оны біз өлтіреміз. Қорықпаңыздар. Менде телефон сәл-сәл қатып жатыр, видео түсіргенде қиын. Телефон қызып кетеді. Басына хедшот шаптап тастадық. Бірақ мынау адам жақсы ойнайды екен. 6 қыпынды қалдырды. Бір оқ тисе өлетін едім. Осындай жерлерде қатып қалды мүмкін. Мән бермеңіздер.
көтерілдік енді. Мына жерде адам болған, көлік айдапты. Дронды қарып келейін, адамдар шығар. Егер адамдар болса атып өлтіреміз. Nerede bir afkaşnik tur kaptı. Satıp onu öldürmeyin deseng de öldürü gerek. Toplar almamız gerek. Sonuçtan öldürdüm. Nerede bir adam жүрeken emsarıktan onu öldürsek жақсы болады. Oh, basına headshot şaptap tastadық. Екінші саясымды алайық, артық болмайды. Енді топыр алсақ өте керемет болады. Алдында адам бар екен. Хедшот бердік, басына шаптадық. Kloktalarda adamlar бар деген үмітім. Бұл ойында кірсайт етудің қажет жоқ. Тек қана скиллдарыңыз мықты болса, бәрі жақсы болады. Сіздер ойсыңыз көтеріліп, мықты ютуберлардың гильдияларына кірсеңіздер болады. Адам жүгіріп келе жатыр дейді, басына шаптауы мүмкін. Шаптап тастадық қой басына, кәдімгідей. Осындай криксалар болады, видео отырып жататын. Мен жаңадан келген ютубер болғандықтан, сіздерден маған тек қана мотивация керек. Арнама тіркеліп кетсеңіздер жақсы болады. Айттым ғой, осындай кірсалар болады. Олар үйдің төбесінен немесе әр жерге отырып алады да, сол жерде до конца топыр алғанша күтіп отырады.
Буга мән бермеуге тырышайык, артка карай кете берейик. Азыр өлүп калса, бесе жаман болот. Егер сіздер менің шелджиге немесе ирокаларға вызов тастаганымды қаласаңыздар, осы видеоға 100 лайк жинап кетсеңіздер жақсы болады. Airdrop ұлтайт етіп тұрған адамның басына аттық. Енді өзі виноват бір орында тұрған үшін. Телефон қатып жатыр, мән бермеңіздер. Видео түсіргендіктен осылай телефондар қатып қалады арасында. Енді мән бермей қойыңыздар. Алдымда бір адам бар екен. Соны өлтіреміз қазір. Атышқа бермей жатыр. Стенкалар көп екен, жаңа қоюға болушы еді. Бірақ қоймады өзі. Екі адам ғана қалды. Біз топ-1 алуға тырысамыз. Олар ближнийға жақындамаса жақсы болатын еді, рашқа келмесе. Топ-1 біздікі деп ойлаймын енді. Не дегенмен алып тастауымыз мүмкін.
Эки адам алдымда атышып атыр экен, стенка тур. Бирөө кичинекей үйдө жүр. Экөө бири-бири менен атса жакшы болот эле. Жакшы позицияда отуруп алдык енді. Басыма жестко берип тастады енді. Рашка келмесе болду. Экинчиси айналып келе жатыр. Сонага. Биринчи аны өлтүрүп алсак жакшы болот. Жакшы игрок сыяктуу. Bir орунда катып калган эмес. Азыр гранат атып зонага киргизбейге тырысабыз. Эгер осы видеода активностьты жакшы көрсөтүп жатсаңыздар, мен келесі видеода сіздерге М-сетпен ойнап көрсөтүп болам, және де сонымен топтар алууга тырысамын. Ал енді сау болуңуздар. Келесі көрүшкенче.